Пияз бен алмадан дайындалған қайнатпа халық медицинасында жөтелге қарсы қолданылады. Бұл қоспа табиғи түрде қақырықты жібітіп, тыныс алу жолдарын жұмсартуға көмектеседі. Ол үшін бізге осындай бір үлкен пияз бен алма қажет болады. Сыртын ашып, жақсылап жуып, пиязымызды осындай қылып 4 бөлікке бөліп алыңыздар. Осы қайнатпаны қайнататын ыдысымызға салып, енді алмамызды осындай бөліктерге бөліп шығыңыздар. Одан соң майдалап турап алсаңыздар болады. Мен осылай бөліктерге бөліп шықтым. Алмамыздың сыртын қыршудың қажеті жоқ. Дәл осы күйінде салсаңыздар болады. Алманы да салып, енді үстіне 500 мг салқын суымызды құйып, газге қоятын боламыз. Газге қойғаннан соң астын қатты отта қайнатып алыңыздар. Одан соң қайнағаннан кейін, осылай қайнап бастағаннан кейін, астын баяулатып 10-15 минут қайнатып алатын боламыз. Мінекей, мен 15 минут осылай қайнаттым. Қайнатпамыздың түрі осындай болып шығады. Егер аллергияңыз болса, немесе денсаулығыңызға күмәндансаңыз, міндетті түрде дәрігермен кеңесіп ішіңіз. Қант диабеті мен асқазан аурулары болса, алманы қолдануда абай болу керек. Енді қайнатпамызды сүзіп алып, осыны жылы күйінде 2-3 рет күніне ішуіңізге болады. Бұл табиғи емдеу әдісі жөтелді азайтуға көмектеседі. Бірақ ауыр жағдайларда кәсіби ем қажет болуы мүмкін. Егер де бұл қоспаны балаларға беретін болсаңыздар, міндетті түрде дәрігермен кеңесіп, одан соң беріңіздер. Егер балаларыңызға берсеңіздер, кішкене бал қоссаңыздар болады. Видеом пайдалы болса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп-көп рахмет, ешқашан ауырмаңыздар.